ата-ананың мейірімін айтқым келеді. Қарасаңшы, аналар дастархан, енді әкелер өз алдына асқартау ғой. Әкелер қамқор. Ол үйдегі ішіп-жемнің бәрін тауып келіп отқан асқартаулар ғой ол әкелер. Бірақ бала тәрбиесінде көбінесе мына аналарға айналысатын. Сонда қарасаңшы, дастархан басында отырады да, бала-шаға, ата-ана дастархан үстінде тәтті тағам тұр. Сонда байқайсыздар ма, аналар баласына ұсынады. Балам жей ғой деп. Бала алады да ойланбай жей береді. Кішкентай кезден осылай уже функция осылай қалыптасқан, ана беру керек, бала жеу керек. Енді кейбір кезде балаға бір ақыл кіре бастайды да, анашым сіз де жесеңізші десеңші, ол айтады, адам ғой, жегісі келеді оның да, ол да жақсы көреді. Бірақ балам дейді да, балам жесе екен дейді да. Бала мен бұндай тәбетін тартып отқан жоқ. Жоқ, мен бұған қызықпаймын. Сен жей бер, сен жей бер. Бала, кішкентай бала, анасының айтқанына қатты сенеді ғой. Заң көреді, шынымен. Олар ойлайды, біздің анамыз шынымен тәттіні жақсы көрмейді екен деп ойлайды. Осылай қалыптаса береді да. Бір киім, анам сізде киім алмайсыз ба? Жоқ, мен қызықпаймын киімге. Сендер кисеңдер болды. Сендер алыңдаршы, сендер тоқ болыңдаршы әйтеуір. Сендер аман болыңдаршы. Аналарда да нәпсі деген бар ғой, тағамға деген қызығушылық. Бірақ баласы үшін не дейді, мен еш нәрсе қызықпаймын деп. Осылай мысал келтіріп айта береді да. Соның екінші жағын айтқым келеді. Бұл аналарға, әкелерге өзіңнің қадіріңді білу керек ау деймін да. Өзіңді кішкене орныңды көтеріп, кішкене дәрежеңді көтеріп, сол жаңағы не дейді. Мысалы қараңыз, ертең өскеннен кейін уже осы нәрсе қалыптасады да, жаңағы ана қартайған, бала ержеткен да. Енді жаңағы баланың әйелі отырады да, давай анамызға бір торт алып келейік десе, бала айтады да, қарасаңызшы. Жоқ, біздің анамыз ол торт жақсы көрмейді ол. Киім әперейік та, жоқ, біздің анамыз киінгенді жақсы көрмейді. Давай бір жерге апарайық. Жоқ, біздің анам қыдырғанды ұнатпайды. Ұнатады. Мына аналарға айтар едім, шынымен өз-өздеріңізге қараңыздар кішкене. Өздеріңіздің де дәрежелеріңіз кішкене орындарыңыз бар екен көрсетіп қойыңыздар. Сіздер де бір нәрсені жақсы көретіндеріңіз көрсетіңіздер. Қараңыз, керек десеңіз, өзіңізге дұрыстап қараңыз. Күйеуіңіздің өзі сізге жаңағы ойы дұрыс не болсын да. Кейбір кезде әйелдер балама деп жүреді, өз-өзіне бір дұрыс киім алмай, өзіне дұрыс қарай алмай да қалады да. Керек десең, күйеуінен де сөз қалып жатады. Ана жұрттың қатыны деген сияқты. Мысал үшін да енді, сен өз-өзіңе қарамайсың деген сияқты. Сол үшін аналарымызға, әйел балдарына айтар едім да, өзіңе өзің қара, орныңды біл. Кішкене не дейді? Шілей ана не қыз берме, өз-өзің түсір берме. Сыйлықтар алып тұр. Балдарға айтар едім, ұрпақтарға да, анам тәтті жемейді екен деп ойлап қалма. Ол киімді жақсы көрмейді екен деп ойлап қалма. Ол киімді жақсы көреді. Киінгенді жақсы көреді. Ол тағамды жегенді жақсы көреді. Просто сен бір күні әжептәуір ақша ал да, анаңа бер. Сөйтті, әйеліңмен бірге базарға жіберші. Ол айтады, жоқ, маған қажет емес. Не дейді? Уже осылай, сендер де болса болды, сендер де болса болды. Бала да айта береді. Оған еш нәрсе керек емес оған деп ше. Сен просто бір күні ақша бер анаңа. Сөйтіп, әйеліңмен жіберші базарға. Қалай рахаттанып қалады екен. Сол үшін, жігіттер, аналарымыз жақсы көрмейді екен деп ойламаңыз. Сыйлықтар беріңіз. Торт ба, тағам, жемесе жемей кетер. Әкеп беріңіз. Көңілі көтеріліп, орамал әкеп беріңіз. Сыйлықтар беріп тұрайық аналарымызға. Әкелеріміздің орны енді ол бөлек қой. Жақсы көрмейді екен деп ойламаңыз деп жатқаным ғой. Аналар, сіздер балдарыңызға солай түсіндіріп қоймаңыздар. Бұл ана деген ешнәрсе жемейтін, ешнәрсе кимейтін, сонда ешнәрсеге қызықпайтын зат деп түсініп қалмасын олар. Сіз оларға да өзіңіздің бір нәрсе жақсы көретініңізді көрсетіп қойыңыз. Кейін өскен кезде өзіңізге өз таяқ болып деді. Ешнәрсе бермей қоя салатыны бар ғой, ол сізді ешнәрсе жақсы көрмейді деп ойлайды.